Менің өмірім Қазақстанның Арқалық қаласындағы балалар үйінде басталды. Соңғы айларда мен бұрын балалар үйінде жұмыс істеген кейбір тәрбиешімен танысуға мүмкіндік алдым. Мен оларға өте ризамын. Осы мейірімді мерекеде алғысымды білдіру үшін Астанадағы Kinder Village'ге балаларды қуантып, көптеген сыйлық ойыншықпен баруға маған рұқсат етілді. Кейбір балалардың анасы да, әкесі де жоқ, және олар кәмелет жасқа толғанға дейін осы балалар ауылында түрлі жастағы балалармен бірге аралас отбасында тұрады екен. Олар сыйлықтарды алып, ашып, көріп жатқанда жүздеріндегі қуанышты байқап, өзім де толқып кеттім. Осы ерекше мерекеде менің тілегім әр баланың жақсы, жылы үйде өмір сүргенін қалаймын. Әр баланың әдемі әпкесі мен ағасы болып жалғызсырамауын тіледім. Әр адамның алдында жарқын болашақ болса екен деп тілеймін.